Бұл бізде жаңадан келген стажер Олжас еді. Ол бүгін алғаш рет жұмысқа шықты және оған майор Мәди келеді. Ол оған шарбағын ашып, майор Мәди шарбақтан кіріп кетеді. Майор Мәди Олжасқа қиын тапсырма берді. Олжас оны қуана алады. Олжас қаланы тексеріп жүрген кезде ол бір кезде көлікті тонап жатқан адамды көреді. Ол адам Олжасты көріп қашады. Олжас оның артынан қуады, оған оқ атылады. Бірақ Олжас оған қарамастан тақанша жүгіруді шешеді. Бір кезде ұрлықшы жерге шалынып құлап қалады. Олжас оны пайдаланып қолына кісен салып, көлігіне апарады. Көлігіне отырғызып, ол ұрлықшы 28 көлік тонаған екен. Оны 7 жылға бас бостандығынан айырады.